бауыр еті баласын жоғалтқандарға, балалар мүгедек болып қалған ата-аналарға қандай сөз арнар едіңіз? Оларға не айтар едіңіз? Әр қазақ менің жалғызым дегендей. Қай жерде болып өмірден кетіп жатқан ағайындарымызға әрине мен қынжыламын. Отбасына, шаңыраққа, одан кейін мына әулетке, мынау мемлекетке ие болып қалатын ұлдарға өзіміз тәрбиені дұрыс бере алмай жатырмыз. Баланы тым еркелетіп жібердік дегендей айтқыңыз келіп тұр ғой сонда, иә? Сен кім болсаң о бол. Сен елдің қорғайтын азаматы, сен тәрбиелеуің керек ең бірінші. Қолын қайырып әскерге алып кетуге қалай қарайсыз? Қолын қайырып әскерге алып кету деген ол ұят. Қарулы күштерінің құрамында кәдімгідей иық тіресіп тұрып, кәдімгі ұстанымы мықты жастарымыз көп болу керек. Мені қалай сынаса, олай сынасын, мені көріп отырған ағайын. Бірақ осыны біз ұстамасақ болмайды. Армысыздар, Адырна ұлттық порталының көрермендері. Елімізде кейінгі кезде әскердегі өлім-жітім мәселесі жиі көтеріліп жатыр. Түрлі жағы баласын жоғалтқан аналар әлеуметтік желілерде жылап еңіреп отырған жиі көретін жағдайға тап болдық. Енді жағдай шынында да сондай қиын ба? Әлде бұл жерде басқа да түйткілді мәселелер бар ма? Осы төңірегінде сұхбаттасуға бүгін ауған соғысының ардагері, Қазақстан Республикасының ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектері орталық кеңесінің төрағасы, Ақтөбе облыстық мәслихат депутаты Марат Айтуғанов Қойбаев ағамызбен сұхбаттасқалы отырмыз. Марат аға, студияға қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Аллаға шүкір, жақсы. Енді өзіңіз білесіз, желтоқсан айының ішінде Астанада балаларын жоғалтқан аналар митингке шықты. Қорғаныс министрлігінің алдына барып тұрды олар. Осындай резонанстық жағы ақпараттық сондай бір үлкен бір дүмпу болды деп айтуға болады бұл жағдай. Артынша президенттің өзі осы әскердегі өлім-жітім мәселесін, суицид мәселесін, тағы басқа мәселелерді жіті қадағалау, әскердегі өмірді, қауіпсіздікті тексеру бойынша, жұмыстарды жүйелеу бойынша арнайы тапсырмалар берді министрлікке. Енді оның бәрінен өзіңізден көріп отырсыз, бұл саланың өзі маманысыз, әскери саланың ардагерсіз, соғыс көрген кісісіз. Жалпы бұл жағдайға көзқарасыңыз қандай, ұстанымыңыз қандай? Бұл енді бұл сұрағыңызға Арман былай деп жауап берер едім. Жалпы жақынын жоғалту мына өмірде, енді оның ішінде тума-туыс ағайындарын жоғалту, оның үстіне жаңа баланы жоғалту мына өмірде әрине кімге болса да оңай дүние емес. Оңай нәрсе емес, өйткені ол қабырғаңды қайыстырады, өйткені сенің ол мынау жалпы психология ұстанымға жалпы қиындық түрлі туындатады. Оның ішінде ашық күннің аспанында әскерге жіберіп отырған баласы сол жақтан табытпен келіп жатса, әрине ол қиын жағдай. Аналардың айтуы, олар аналардың жанайқайын шығып айтуы әрине орынды. Ал бірақ енді оның әр жағына түбіне түңіліп қарайықшы. Әр жағына түбінен бір дұрыстап тұрып зерттеп қарайықшы. Ол қалай болып жатқан жағдай? Қандай мәселеде болып жатқан жағдай? Қандай бір осындай бір жалпы ұстанымнан қандай бір болып қалған дүниеден шығып жатқан жағдай? Осыны қарайықшы. Біз қазір қоғамда жалпы осындай телеарналардан көрсеткен хабардан, мынадай бір әлеуметтік желіден көрсеткен түрлі түсірімдерден көреміз де бір дегеннен біз кәдімгідей пішіп тастап бір шешім жасай аламыз. Бірақ ол қалай болып жатқан жағдай? Мен мысалы кейде бүйтіп қарасам, кешегі бұны бір депутаттың бір айтқан сөзінде бір жерінде бір естіп қалдым, құлағым шалып қалды, бір оқығанымда бір 370 па, 270 әскери 2019 жылдан қателеспесем 2023-24 жылға дейін әскерде жүріп көз жұмған деген айтылыпты. Ал енді оны мен әр жағын зерттеп қарап,
жалпы сол министрліктің өкілдерімен сөйлесіп қарадым. Сөйтсем ол 2019-дан 2023-24 жылға дейін жалпы әскерилердің, оның ішінде жалғыз ғана тек сарбаздар емес, әскерге шақырылған офицерлер бар, басқалар бар. Оның ішінде жаңа әлімжеттіктен кәдімгідей бір қиын жағдай туындап тұрып, сол әскердегі әлімжеттен көз жұмғандар емес. Мынау автокөлік соқтығысқан, содан зардап шегіп, содан артынша көз жұмғандар да бар екен. Кешегі 2020-2021 жыл коронавирустың уақыты болды ғой, індет келді. Сол кездегі кеткен әскерилердің содан кейін солай келегенде толықтай бір келіп санағанда 270 саны соған шығып тұр екен. Енді былай айтқанда, бір дегенде 3 жылдың ішінде деп айтады көбісі, енді 3 жылдың ішінде 270 әскери көз жұмды дейді. Ал ол әрине кімге болса да, мысалы қазіргі күнде әке болып отырған, ата болып отырған, кәдімгідей маған да әрине ол бір соққы болып түйеді. Ей, бұның қалай? Ол қалай болғаны? Ашық күнде, кәдімгідей жаңа айтқанда соғыс жоқ, ештеңе жоқ, 270 әскери көз жұмды деген бұл қалай деп соған алаңдатып туындыратқаннан кейін, одан кейін енді мына қазір жастарымыз өзіміздің отан алдында борышын өтеу үшін әскер қатарына барыңдар, бару керек деп айтып жүрген бір аға әке ретінде менің айтатыным айтып жүргеннен кейін әлемде алаңдап қаламын осыған. Сол кезде мен ойланып қалдым. Бұл қалай болды? Бұл неге деп. Соның арт жағын сұраса жаңағыдай көп туындап тұр. Енді осының өзінде жалпы мына қараңызшы, қазір осы жаңа әлеуметтік желіден басқадан тарап жатқан бүкіл ақпараттар ғой. Соның ішінде көбісі мына осы біз көп деген сөздерге бір жалған бір келіп жатқан ақпараттарға сеніп қаламыз. Бұл жалған емес шығар бәлкім. 270 деп айтылды цифрасымен. Ал бірақ оның ар жағында неден, қалай, не себептен болды деген нәрсені оны ойлану керек. Әрине ол қазір соққы болып тиеді. Сол үшін отбасында отырғанда, жаңа өткенде де мен бір айтқан болатын, бір үндеу жіберіп, жалпы баланың тәрбиесінде, үй ішінде, соның ішінде ер баланың тәрбиесінде, үйде отырғанда әскерге бару дегенді айтуымыз керек біз көбірек. Қазір міне осындай бір статистика туындап қалды, тағы да өкінішке қарай деп айтқым келеді. Ал одан кейін ол адам бұл өмірден мерт болып кетті. Енді сол үшін әскерге бармайсың, әскер не керек, әскер деген ол кім үшін керек, не үшін керек деген әңгімені айтады. Сондай әңгімелер туындағаннан кейін отбасында отырғанда осылай ар жағында жаңағы мына соны тыңдап отырған бала, жас бала ғой енді, 18-19, бәлкім 20 да қазір енді кішкене кешігіп те барып жатыр ғой әскерге. Ана әскерге барғанда мына психологиялық ұстанымында жалпы өзінің мына әскери деген адамды көргенде, үстіне форма киген адам көргенде, меніңше ол дайын болмай қалатын сияқты. Анау қазір маған бір қыспақ қалады, маған қатты сөйлейді деген сияқты сондай бір нәрсені өзіне қабылдап қалады. Алдын ала қорқыныш бойына қорқыныш психологиялық үрейлермен дайын, сондай жағдаймен стресспен барады да. Болмай жатып әлімжеттік болмаса да сондай қорқынышты үреймен өзін-өзі тығырыққа тіреуі мүмкін дейсіз. Әрине, ол сол өзіне бір үрейленіп қояды. Сол үрейге ана қазір келіп, енді әскердегі жүрген командирлер, жаңа сол жерде жүргенде, жалпы әскерилер ол жай ғана дауыспен «Ей, бергеш» деп айтпайды ешкім. Ол ана жерде кәдімгідей бір әскери дауыспен тұрып «Ей, бергел, сап түзе» деп қойып, сондай айтады. Соған енді дайын болғаннан кейін әрине дайын болып бару керек. Соған өз адам психологиялық ұстанымда ер жігіт болғаннан кейін, сосын жаңа өзімен қатарлас бірге жүрген жас ер балдар жиналады. Ал енді ер балдар бірыңғай жиналған жерде не болады? Болады ғой әртүрлі жағдай. Иықпен қағып кетуі мүмкін. Көшеде жүргенде сондай болып қалады ғой. Ал енді ана бәрі бірдей шоғырланғаннан кейін ол жерде сондай нәрселер туындап қалады. Ал енді осы нәрселер туындаған өзінде адам мен адам мына жалпы тіл білу қабілет деген бар. Тіл табысу. Тіл білу, тілді білу деген, өзге тілдерді жаңа, басқа тілдерді сөйлеу. Ал енді адам мен тіл табыса білу, дұрыс сөзге, мәмілеге келе білу, ол үлкен қасиет деген бар. Осы нәрсені ұстана білуіміз керекпіз. Сол баланы неге соны тәрбиелей білмейміз? Ол да біреудің баласы. Сен де үйіңде отырғанда қазір бар біреуге әлімжеттік жасап жатса, демек әлсіз болып тұрғанға әлімжеттік жасап жатқан ол да біреудің үйінен тәрбиелеп келген бала ғой. Аспаннан түскен жоқ қой. Аспаннан салбырап түскен жоқ, жерден өсіп шыққан жоқ ол. Осы нәрсеге біз көңіл бөліп, ертең барғанда ұят болады. Обал болады ана біреудің баласынан.
жаман болады деген нәрсені айтып, үш түсінік қой бұрынғыдан бір біздің тәрбиемізде қалған. Енді кезінде мысалы бізді әскерге барарда дайындағанда сонда айтатын, әскерге барғанда сен кемінде мына турникте 15 рет тартып алмасаң, ой әлжібәз дейді, сен ертең жұртқа күлкі боласың, ұят болады бұл. Бұл не болған, ұят болады. Сол үшін деп ана үйдің артында кәдімгідей қақ болған трубада соның ішіне бір тартылып біз өзімізше шынығатынбыз. Демек ол тағы да психологиялық ұстанымда соған дайын болады. Ал қазір барады әскерге, бір рет тартып алмай жатады, оған бәрі күлсе, ол демек депрессияға түсіп қалады тағы. Анау біреу келіп айқайлап қалса, тағы да түңіліп қалып, бір мұңайып қалады, тағы депрессияға түсіп қалады. Мен бұл жерде бір кінәлайын деп тұрған жоқпын. Жалпы қазір тәрбиенің өзінде бір ұстаным керек. Біз қазір толық отбасы дейміз, толық емес отбасы тағы да бөлуге болмайды. Толық емес отбасының болып жатқаны тағы да өзіміздің кінәміз. Өзіміздің тағы да тәрбиеден жіберіп жатқан осал тұстарымыздың бір көрінісі болып тұр. Неге толық емес отбасы болу керек? Неге толық отбасы болып, толық отбасында ана болып, әке болып тәрбие беріп отырмау керек? Жасау керек. Қазір міне кейде қазір айтатын болдық. Мынау шаңыраққа еге болады қалатын ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда деген ән бар ғой, өлең бар, соның үшін айтылатын. Ал енді үйтіп айтуға да қазір аузымыз бармай тұр. Өйткені біз соған отбасына, шаңыраққа, одан кейін мына әулетке, мынау мемлекетке ие болып қалатын ұлдарға өзіміз тәрбиені дұрыс бере алмай жатырмыз. Балалардың қас-қабағына қарау, оларды жаңағы әлпештеу, барынша жаңағы көтермелеу, солай баланы тым еркелетіп жібердік дегендей айтқыңыз келіп тұр ғой сонда, бала ертең мысалы үшін өзі өмірге дайын болмай қалу соның салдарынан, қиындықтарға дайын болмай қалу өмірдің қиындықтары. Сөйтіп әртүрлі сынақтарға келген кезде ата-ананың қамқорлығынан шыққаннан кейін әртүрлі сынақтарға кез болған кезде шыдай алмай сынып кетуі, сынып кететін жағдайлар жиі кездесіп отырған сияқты. Әрине. Енді баланы бастан дейді, әуелден бастап қиыншылыққа да төзе алатындай қандай бір не жасау керек ата-ана, қандай ережемен баланы тәрбиелеу керек? Ендігі баланың тәрбиесінде жаңа өзіңіз айтып кеткендей, баланы бастан дегенде бала туа-туылмастан тарсылдатып оны сабау емес, ұрып-соғып, оны кәдімгідей ынжық қылу емес. Баланы бастан дегеннің ең бастан туа бастағаннан жайлап жүрді да, одан кейін есі жинап, бүйтіп қарай бастағаннан бастап, басынан бастап, айналайын, сен ертең мынау қарындастарың ба, інілерің ба, үлкендеу болса, соларға ертең сен алдында жүретін бір үлкен арбаның дөңгелегінің алды боласың. Арбаның дөңгелегі алды қалай жүреді, артында ерген сенің іні қарындастарың саған қарап жүреді деп. Ал егерде үйдің кішісі болып жатса, ана үлкен ағаларынан көрген өнегені, үлгені, тәртіпті сен де соны ұстай біліп, сосын солардың артынан ертең жаман кір келтірмейтіндей, біздің атымызға кір келтірмейтіндей, сен дұрыс осы тәрбие жасауың керек деген, тәрбиелі бір үлкен отбасы болуың керек деп. Жаңа айтып кеткенім ғой, 3 ұғым болды ғой кезіндегі. Ұят болады, жаман болады, обал болады деген. Осы нәрсені ұстанатындай ұят болады. Біздің отбасымызға ұят келтіретіндей сен ертең айналайын бір жерге барғанда бір ынжықтау болып, әлсіздеу болып жүрме. Ал бірақ енді әлсіздей болмасаңда күшің тасып бара жатса, тағы да біреуге күшіңді көрсеткенше, одан да қайта сен анау әлсіз біреу болып жатса, соған қорған болатындай болып болды. Сондай бір тәрбиені біз алуымыз керек қой, тәрбиені беруіміз керек қой. Қазір біздің шынымен де жаңа айтып кеткендей, жауапкершілік жүктеу. Жауапкершілікті жүктеу. Жауапкершілікті жүктеу. Қазақ неге анау бұрын жігіт болды, азамат болды дегенде тұлпардың үстіне мінгізіп, кәдімгі тізгінді тартқызып тұрып, тақамын қыстырып тұрып, міне менің балам азамат болды дейді екен. Ол мәселе елдің анау бәленбай 250 адам жинап алып үлкен той жасауда емес. Оның мағынасында ертең елге еге болатындай, елге еңбек ететіндей, елдің керегіне жарайтын бір тұлға тәрбиелеп шығардым. Сен сондай тұлғаның бір осы әулеттің ұстанымын ұстап жүретіндей, әулетке мақтаныш қылатындай, кімнің баласы дегенде, бәленшенің баласы, осындай бір әулеттен тәрбиелеп шыққан деп, сондай болып шығатындай, елге бір мақтаныш болатындай бол деп, сөйтіп бүйтіп тәрбиелеген. Ал қазір біз не қылып қойдық? Кейде біз қазір керек деген дүнияны алып бере береміз. Анау керек десе, мынау керек десе, мына
қалтаңда қаржың болмай жатса да кредитке болсын алып беріп жатамыз. Ал бірақ содан баланы біз әлсіз қылып жатырмыз. Мен ол қоғамдағы жалпы өзіміздің тұла бойымыздағы бәр жіберткен қатемізді айтқым келіп отыр бұл жерде. Мен анау мынау деп бөлгім келіп отырған жоқ. Ал сол үшін мысалы содан кейін солай тәрбиелеп келгенде мысалы қараңызшы, үйде отырып ананы алып бересің, мынаны алып бересің, бір күні жоқ деген нәрсені айтсаң сылқ етіп сынып қалады үйде жүргенде де. Ана ұялы телефон алып бер, или болмаса тағы басқа бір нәрсе алып бер. Сонда депрессияға түсіп кетеді. Тағы да біреу сөйтіп келеді де ертең анадай тағы бір нәрсені көргің келеді, алғың келеді десе, оған да беріп қалсаң, қыз бала болсын, ол да тағы да депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Демек жаңа ұлдарымды қыздар туралы қозғамай ақ қояйын әңгімені, ұлдар туралы айтқанда, мына телефон үшін депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Қызымен сөзге келмей қалады да, ол үшін өзіне өзі қол жұмсау, жаңағыдай суицид деген дүнияға баруы мүмкін. Ал енді отан қорғау үшін сен отаң бар, отанды қорға, отан үшін жаныңды бересің бе десем, ондайға мүлдем болмай қалады ешкім. Біз сонда қалай тәрбиелеп жатырмыз? Не тәрбие беріп жатырмыз? Мен бүгінгі менің осы мәселені қозғап отырғаныңызда, Арманов, айтқым келіп отырғаны, менің де ұлым, міне ертең қаңтардың 16-сында 18-ге толайын деп отыр. Сол 18-ге толып жатқан ұлымды биыл міне 2-ші курс оқып жатыр. Ана үлкен бір университетте, Алматыда, энергетический. Сол ұлымды осы май айында оқып өтеді, мамырда. Әскерге жібергім келіп отыр. Әскерге жібергім келіп отыр. Өйткені неге? Қазір көбісі анау неге жібермейді әскерге, мынау неге жібермейді дегенде көп айтты. Өткенде мен үндеу жібергенде осындай бір депутаттар өз балдарын әскерге жібере ме екен деп қояды. Сен кім болсаң ол бол. Сен елдің қорғайтын азаматы сен тәрбиелеуің керек ең бірінші. Кім болсаң ол бол. А сол үшін менің ұлым неге бармау керек әскерге? 4 қыздың ортасындағы тұрған сол 4 қызға 4 күн болып соған еге болып қалатын ұлым, ол қалай әскерге бармау керек? Ол неге отан алдындағы 1 жыл сол борышын өтемеу керек? Жіберем. Міндетті түрде жіберем. Айдын Рахымбаев, BI Group компаниясының басшысы, өзінің жалғыз ұлын неге әскерге жіберді ғой жақында. Әлеуметтік желілерге шықты ол біраз жерде. Себебі оқу деген оқығысы келмеген. Оқымасаң, онда әскерге бар деген. Осы сіз айтып отырсыз ұлымды жіберіп жатыр. Осылай қоғам алдында жүрген адамдар, танымал адамдар әскерге балаларын жіберу арқылы ол да бір үлгі өнеге көрсету жолы сияқты сол да бір. Жақында әлеуметтік желіде бір видео тарады. Онда жас бала елдің алдына шығып, біз әрине отан алдында қызметімізді атқарғымыз келеді, отан қашпаймыз, бірақ біздің аман есен барып келетінімізге қандай кепілдік бар? Сіздер кепілдік бересіздер ме деп сол жерде военкоматтың өкілдеріне сөйлеп тұрған видеосы бүкіл желілерге шықты, вирус сияқты тарады. Сол балаға сіз қалай жауап берер едіңіз, сіз болсаңыз сол жерде? Бұл алдында ілгеріде айтып отырған әңгімелерімнің біреуі ғой, ол да бұл мен жерде қазір осыған бір жауап ретінде. Енді ол балаға да былай айтар едім. Міне бір Алла жаратты ғой бізді, бірақ енді қазір міне осы студиядан шығып, қазір далаға шыққаннан кейін, мен көшеде келе жатып, мен не болатынына мен оған гарантия бере алмаймын. Мен өзіме де гарантия бере алмаймын. Басқаға түгіл. Енді қалай маңдайыңа жазылған не болатынын. Ал бірақ ең бастысы әрине, бірақ әскерилерге айтып тұрғаны, әскерилерге мысалы кешегі президентті, өзіміздің еліміздің президенті, ол әрбір ұлттық құрылтайда да, анау жолдауларында да, жылда жалпы қандай отырыстарында да, кешегі осындай бір желтоқсандағы аналар шыққанда алаңға барып, сол кезде айтып жатыр, тексеру керек, әскерилердегі басшылықтарын айтып жатыр, министрліктеріне тапсырма беріп жатыр, мынаны қараңдар, тексеріңдер деп, осы үшін бір жан-жақта алыңдар деп. Мен қазір қарап отырсам, гарантияны қалай бересің дегенде қандай кепілдік беруге болады, егерде қазір әрбір казарманың ішінде видеокамераларына дейін бар екен. Видеокамералар қойылған, сосын мына телефон арқылы мына ортақ чаты бар екен, оның ішінде де чатқа атасы бар, әжесі бар, ата-анасы бәрі кіріп, соның ішінде баланың қал-жағдайын сұрап, бәрін біліп отырады екен. Сол үшін әрбір офицерлер, соның ішінде әскерилер, ол барып үйге хабарластың ба, жаздың ба, қал-жағдайын қалай болып жатқанын айттың ба деп, онда бақылап жүреді екен. Мысалы, осындай. Енді одан басқа қандай кепілдік керек, мен білмеймін енді. Білмеймін. Енді жарайды, сен әскерге бармай қалдың.
балмай қалдың деші, жаңағы айтып отырған балаға. Бірақ сен астыңа көлік мініп алдың, көшеде жүйткіп келе жатыр, бір жерге барып жол апатына түсіп қалдың. Енді бетәрі болсын, әрине болып түсіп қалсын деп тұрған жоқпын. Бірақ сондай кетіп қалдың. Енді саған сонда кім кепіл болу керек бұл жерде? Әскерге бармай қалдың, ал басқа бір жағдаймен түсіп қалдың ал. Бірақ енді бұл жерде әскердің ішінде кепілдіктің, мен қазір түрлі әскери осындай жаңа бөлімшелерге барам, соның ішінде көріп жүрмін ғой мен. Қалай, қандай жағдайлар жасалып жатқан. Өткенде осы өткен желтоқсанның 11-інде қорғаныс министрі Қосанов Дәурен генерал-лейтенант, сол кісімен барып кездестім, жолықтым. Сол жердегі де ең бірінші көтерген мәселелеріміз осы. Әскери қатарына өзіміз сарбаздарды шақыру, соған үндеу айтып тұрып, үгіт насихат айтып, керісінше келіңдер, әскери қатарында ел қорғаусыз қалмау керек деп, сол мәселені көтеріп жасадық, айттық. Осы мәселені айтып отырмыз. Оларда алаңдаушылықта. Енді қандай кепілдік деп айтуға болады? Бұл негізгі айтып отырған әңгіме, кепіл бересің бе дегенде, кепілді ешкім бермейді. Бірақ сен де өзің ұстанымда мықты болу. Жаңа айтпағанда психологиялық тұрғыдан саған бір қатты келіп айтқан сөзге де сен де соған дайын болуың керек. Сен де оған морт өтіп жаңа сынып қалмауың керек. Болмайтын дүниеға. Өткен сен ер азаматсың ғой. Сенің физиологиялық тұрғыда жалпы жаратылысыңда сені еркек қылып жаратты. Ер деген ат берілді, бірақ одан әрмен қарай еркек бол сен. Еркек деген ұстаным бар ғой. Саған бір ақырып қалды екен деп сен оған морт етіп сынай беретін болсаң, онда не болғаның? Мен білмеймін. Бұл жерде кепілдік деген сөздің негізгі дұрыс емес ол. Дұрыс емес меніңше. Кепілдік ешкім бермейді. Сен өзіңе өзің мық бол, жан жағыңды жинап ал, мықты болып ал, одан кейін сол әскерді барған борышымды өтеп, аман есен өрге оралам деген өзің алдына қойған бір мақсат болу керек. Осы жігіт. Дәл осы кезде сіз жаңа айтып қалдыңыз, министрмен кездестім деп. Статистика қалай сөйлеп тұр? Жылма-жыл әскерге барушылардың саны азайып жатыр ма? Әлде кеміп жатыр ма? Біз кейде көріп қаламыз, әскерге бармай адамдар қашып жүрген жігіттерді ұстап алып кетіп жатқан. Қылмыскер сияқты ұстап, аяқ қолын қайырып тұрып, жаңағы әскерге алып кетіп жатқан жағдайлар көріп жатырмыз да, видеоларын тарап жатқан жағдай. Хабарыңыз бар ма? Жоқ, негізі нақты мен ол жаңа статистиканы нақтылап сұрамадым. Ал бірақ енді негізгі былай әр өңірде, әр облысты жаңа енді 20 өңір бар ғой бізде, енді 17 облыс, 3 қала. Соның ішінен бүйтіп қарағанда жалпы азаю ондай жоқ. Енді ең қуанғаным, мен біздің Ақтөбе облысы биыл бірінші орын алып, өткен жылы бірінші орын алған екен мына әскерге, жаңа отправкаға, жаңа жас сарбаздарды жіберуіне. Ал қолын қайырып әскерге алып кетуге қалай қарайсыз? Қолын қайырып әскерге алып кету деген ол ұят. Ұят. Ол жалпы бізге қоғамға ұят нәрсе. Көшеден қуып жүріп енді әскерге қолын қайырып алып кету деген мен түсінбеймін. Енді қазір енді ол ұят нәрсе біріншіден. Жаңа екіншіден жаңа айтып кеткен әңгімеме қайтып келсем, жаңа кеше министр мырзаның өзінде айтып отырған, қорғаныс министрі, қазір әскерге балған балдарға әрмен қарай оқуға үлкен бір жеңілдіктер жасалып жатыр екен. Мынада грантпен түсіруіне, содан кейін жаңа әскерге кетіп бара жатқанда кредиті болды ма, соны тоқтатып қойып, әскерден келгеннен кейін бір 2-3 ай жұмысқа орналасқанша дейін, оған дейін тоқтатып тұрып, жұмыс орналасып, жұмыс тауып, әрмен қарай өз нәпақасын таба бастағаннан кейін қайтадан жаңа кредитін төлеуге сондай да бір жеңілдіктер жасап қойған екен. Басқа қандай жеңілдік керек? Әлия мен Мәншүк кезінде соғысқа өздері сұранып аттанған жоқ педі. Бізде енді шын мәнінде соғыс болмаса да соғыс болып жатқандай әскерден қашу, қорқу үрдісі байқалып отыр да. Бірақ енді екінші жағынан қарасам, ол ата-аналарды да, ол кісілерді де түсінуге болады. Ақпараттың әсері күн сайын мысалы үшін әлеуметтік желілерде аптасына кемінде бір рет қайтыс болған сарбаз жайында ақпарат шығып жатыр. Кейде тіпті күн ара шығып кеткен жағдайлар бар. Оның барлығы халықтың психологиясына әсер етеді. Кеңес үкіметі заманында өлім жітімнің деңгейі қандай болып еді? Кеңес үкіметінің страйбат болды ол кезде. Страйбат болды, жаңағыдай біздер енді кеңес әскерлерінің құрамында болдық қой. Ол кезде де болды өлім жітім. Неге болған жоқ? Болды. Күн бүгін болып жатты. Мысалы,
артқа беріп жатқан көліктің жаңа тіркемесінің ортасында қалып қойып, сол бір оқас жағдайлар болып қалып, соның ішінен мерт болып кеткендер де болды. Қарауылға барып, анау ішіндегі магазин алып тастағанда ішінде оқ қалып қойып, тартып жіберіп, жанында тұрған біреуді атып алған уақыттар да болды. Түрлі жағдайлар болды. Қарауылда тұрып, ұйықтап кетіп, вышканың үстінен құлап, жерге түсіп, мерт болып, артынан бел істемей қалып, мүгедек болып қалғандар да болды. Неге болған жоқ? Түрлі жағдайлар болды. Ол кезде де болды. Енді ол кездерде бұндай нәрселер көп айтылмайтын еді негізі. Ал қазір бір нәрсені мен кәдімгі телеарнадан көргенде адам жүрегім жылайды кәдімгідей. Шынымен ғой, бір табытпен алып келеді, үйінен шығарып жатқанда көргенде ойпырмай деп қойып, Құдай біреудің баласы ғой деп қойып, әрине жүрегің жылайды. Соны сол кезде ойлайсың, әскерге бар деп жүрген, соның сенің де бір айтқан сөзіңнен бір кінә кетіп қалып жүрген жоқ қой, Марат деп мен өзіме де сұрақ қоямын. Бірақ мен ол барғанда не жағдайда болды, не нәрсемен болды, оны соны білмейміз. Ал бірақ оны осыдан бір көргеннен жаңа әлімжеттік жататындар да сабағалар, үйдегі отбасындағылар да тәрбиеге де жақсылап бір тәрбие беретіндей бір өздеріне сабағалар деп ойлаймын. Әрине болмаған жақсы ол өлім жетімнің. Ана жақта әскерге барғаннан кейін аман-есен барып, аман-есен оралғандар жақсы. Бізде жаңа айтып тұрғандай Алия мен Манчуктер, олар кездегі идеологияның өзінің ұстанымы бір бөлек болды. Идеология деген бір үлкен бір қасиетті ұстаным болды. Енді білмеймін, мен ол кездегі идеологияны қазір мақтанып тұтып, қазіргі бізде идеологияны былай сыртсағым келіп тұрған жоқ. Қазір де бізге идеология керек. Идеология қазір біздің тәуелсіздігімізге, міне 35 жыл жетіп қалған елімізге нағыз керек болып тұрған уақыт болып тұр. Неге? Өйткені мына тәуелсіздігімізді сақтап қалуымыз керек, мына елдігімізді сақтап қалуымыз керек. Бүгін міне Алия Молдағұлова Батыр апамыздың осы 19 жасында 14-ші міне қаңтар қаза тапқан күні. Ерлікпен қаза тапқан күні болды. Соған барып қойдық. Міне ерлік жасаған сонау Алияның кеше былтыр 100 жылдығын атап өттік па? Білейін, міне әр 14-ші қаңтар сайын жылда барып, сол туған жері Бұлаққа барып, Алия ауылына барып, сөйтіп қайтамыз. Зират жасап, енді ауылына барып. Міне осындайда олар неге болды? Олардың бойында бір қайсарлық, жігерлік болды. Елді қорғау, отанды қорғау бойында ұстаным болды. Бұл тәрбие болды. Оның ар жағында кешегі екінші дүниежүзілік соғыста қайдан Матросов деген бір нәрселерді ол шығарып алды. Ол кезде ондай матрос болды ма, болмады ма білмейміз. Бірақ ең бастысы зотқа қарсы пулемет атып жатқан жерге барып, өзінің төсін барып қорғау қою деген болды. Сол кезде барып, сондай ерлікке бар түрлі. Қазір ерлікке үйтіп соғыс жоқ қой, күніміз ашық қой, Аллаға шүкірміз. Ал бірақ қазіргі уақытта тек соған ең бар болғаны, сол әскерге барып, сен өзіңнің борышыңды өтеп келу. Одан басқа не керек бізге? Не керек? Ол әлсіздік деген нәрсені бір бойдан бір кішкене арылу керек. Кішкене емес, мықтылап арылу керек. Бәріміз де адамбыз. Бәріміз де бір келгеннен кейін, өмірге келгеннен кейін өмірден әйтеу барынша кетуіміз керек. Кетеміз ғой, бәріміз келдік пе, кетеміз ғой. Бірақ қалай болып кетеміз? Кім болып кетеміз? Осы ұстаным жасау керек. Қазір көбіне де жалпы негізгі мына соғыс алыстайды ғой. Содан кейін мынау елді қорғау деген, соғыс ертең болып қалады деген нәрсені ұмытып кетеміз. Өйткені тыныштық заманға тез үйреніп қалды адам. Сосын міне қазір көбісі бүйтетін жалпы сөз бар ғой. Мына нанның қадірін ұмытқан адам нанды теуіп ойнайды дейді. Қазір қарап тұрсаңыз, мына көбін бір үйдің жанында жиналып, қоқыс жиналатын жәшіктер бар ғой. Соны үшін қарап тұрсаңыз, қаншама продуктілер жатыр. Бірақ қазір біздің азаматтарым қай-қайсына барып қарасаңда, әрбіреуінің басында жаңа кредит бар. Анау неге ысырап жасалып жатыр онда? Осыны ойлануымыз керек қой. Ал енді жаңағыдай соғыстың бейбіт күннің қадірін ұмытқан адам, соғыс иісі кетіп қалды. Содан кейін ұмытады шығар деймін. Соғыс болмай-ақ қойсын елде. Соғысты тілемейміз. Ал бірақ жау қайда деме, жар астында жау жатыр деген бар. Сол үшін біз елді қорғап қалу үшін бес қаруымыз сақадай сай болып, қарулы күштерінің құрамында кәдімгідей иық тіресіп тұрып, кәдімгі ұстанымы мықты жастарымыз көп болу керек. Бұл жалаң, тек әшейін бір айқайлап айтатын, бір жалаңдатып айтатын бір сөз емес. Бұл расымен де бойымызда ұстаным болу керек. Бұны қазір біз айтпасақ кім айтады? Біздерге де қиын болды кешегі. Ауғанстан жерінде жүргенде. Ол кезде де бейбіт заман болды. Бірақ сол кезде тәуелсіздік бізде болмағандықтан, анау
Мәскеуден шешкен шешіммен біздерді алды да 18 жастағы балдарды 19-ға толар толмасымызбен Ауғанстанға айдап жіберді апарып. Ол жаққа борышымды өтеп келдім. Бірақ келдік, қиын болды. Бірақ қиын болса да әйтеуір ұстаным болды да кішкене ол кездегі бір ана үлкен астыдағы бұрынғы ана ескідегі өтіп кеткен аталарымыздың бойындағы бір қасиет бар. Соны ұстап қалдық па, әйтеуір бойымызда ұят деген дүние болды, намыс деген болды. Намысы жігерлік дейді. Жігіттің бойынан намыс пен жігер кетсе, ана елдегі жүрген қыздардың бойынан жүген өтеді деген бар. Сол үшін намысы мен жігері мықты болатын жігіттеріміз көп болу керек. Айтамын бұны. Мені қалай сынаса, олай сынасын мені көріп отырған ағайын. Бірақ осыны біз ұстамасақ болмайды. Коммерция, бизнес, нарықтық экономика дейміз. Жаңағыдай жасанды интеллект дейміз. Тағы да басқа дейміз. Бірақ адами фактор, адами ұстаным деген бар. Адам мен адам көзбе-көз сөйлесіп отырып, бір-біріне ақыл кеңес жасау, одан артық дүние жоқ. Өстіп отырып, көзбе-көз көріп отырып, айналайын деп айту. Ал былай тұра салып, мынаны баса салып, бір кнопкасын баса салып, оқи салу деген ол басқа емес. Ондай емес ол. Осы түсінікке енгізуіміз керек, бұл түсінікті жоғалтпауымыз керек. Кейде біреу айтады, аға, біздерге жаңа бала бол, жігіт бол деп сен айтасыз ғой, кезінде сіздерге айтқан жоқ па дейді. Айтты бізге де. Бізге де ана екінші дүниежүзілік соғысына барып келген аталар келіп айтты. Бойларында жігерлік, намысы болатын, отанды қорғайтын мықты азамат болыңдар деді. Мен жеті оқып жүргенімде мектепте Ауғанстаннан келген үлкен ағалар келіп бізге мектепке келіп әңгіме айтты. Ауғанстанда соғыс болып жатыр екен деп біз сол кезде бірінші рет естідік. Ал бірақ бірнеше жылдан кейін сол Ауғанстанға өзім баратынымды қайдан білейін? Бардым ал. Ондай жігіт бол, намысты бол деп айтатын біздің кезімізде болды. Бірақ ол кездегі жеткізудің ол ана әлеуметтік желі жоқ, жан-жақтан келіп жатқан бір ақпараттар жоқ болғандықтан ба, біз тікелей қарап, тыңдап, тікелей бойымызға сіңіре білдік. Ал қазір соның жеткізу қалпын біз жоғалтып алып жатқан сияқтымыз. Біз жеткізе алмай жатқан сияқтымыз. Енді екеуміз сұхбаттасып отырып, осылай айтып көрейік. Жетер ме екен арман? Басқа жағынан басқалар басқаша жеткізер ме екен? Оны да жеткізу керек. Қалай болғанда да тәрбие деген ұстаным бар. Жігіт болу деген мықтылық бар. Отаның алдында елді қорғау борышың деген бар. Отаның алдында сенің басты ұстанымың ел қорғау деген бар. Кезінде балаларды ашамайға отырғызу деген дәстүр болды. Сол дәстүр өкінішке орай жойылып кетті. Ашамайға отырғызған деген енді атқа мінгізу ғой. Иә. Ашамай деген кішкентай ертоқым, балаларға арналған ертоқым. Сол 5-6 жасында атқа мінгізгеннен кейін бала өзін ер азамат ретінде сезініп, оны жаңағы әке шешесі, анасы, ата-анасы той жасап халыққа балам ер жетті деген сияқты жауапкершілік артып, сол кішкентай кезден бастап ер азаматтың бойында батырлық, сондай рухтылық қасиеттерді сіңіруге тырысқан екен да. Өкінішке орай сол дәстүр жойылып кетті. Меніңше басқа дәл осы дәстүрдің ерекшелігі маңызды сияқты. Соны қайта тірілтіп жандандыру керек деп ойлаймын. Енді қазір сүндет тойын көп өткізеді ғой. Бірақ сүндет тойынан қарағанда мына ашамайға отырғызу дәстүрі әлдеқайда маңызды, әлдеқайда құндырақ деген ойда түсініктемін. Сіздің пікіріңіз қалай бұған? Өте дұрыс. Мына тұлпардың үстіне отырып тақын қысып, екі тізген бір шідегеге еге болып отыратын азамат, ертең оның бойындағы бір жауапкершілік деген бар қасиет болады. Өзіміздің ұлтымыздағы негізгі жаңа айтып отырған дәстүрлеріміз, соның ішінде ашамай мұра, жаңа тұлпарға мінгізу, жаңа ел алдында шығарып тұрып, кәдімгі тақымды қыстырып тұрып, балаға ұстатқызу тізгін деген нәрсенің оның басында негізгі сол отырғаннан кейін сол анау тұлпарға отырған әр қазақтың баласының бойында рух болады. Анау рух пайда болады. Қазір мына даладағы ауылда, өмірі ауылда өскен, асфальттың үстінде өскен қазақтың баласын жеркесінен қысып апарып, ауылға апарып, бір тайдың үстіне отырғызып қойшы. Анау генетика қандағы бар қасиет тақымды қысып қалады. Автоматически мына жақтан сигнал келеді, тақымды қысып қалады, ана тізгін ұстап қалады. Ең болмаса тізгінді ұстап білмесе де жалт ұстап қалады деп бүйтіп. Құламаудың әдісін табады. Басқа біреулерді апарып отырғызып қойды, анау томп етіп, шәл қозғалып кетсе, жылқы былайына құлайды, оңынан солға құлайды. Сол үшін мына бар қасиет мына жалпы қазақты аттан сүруге болмайды. Қазақты аттан сүруге болмайды. Ол ат мініп алып, біреуді барып қорғашпен ұрып, төмпештеп төбелесіп шығарып, соғыс ашу емес. Сенің бойындағы рух,
негізгі мына қазақи ұстанымдағы ұлттық кодтағы бар дүниенің қасиетінде бойыңдағы соны оята білу деген бар. Міне осы дүние керек бізге. Енді бұл ашамайға отырғызу деген керемет дәстүр. Ал енді жасы 50-ге толғанда қай атамызды ана жәшікке отырғызып қойып 50 жасын тойлап еді. Қазір әлеуметтік желілерден көріп отыр. Ұят емес бұны. Жасың 50-ге келгеннен алып шығып коробқа салып алып шыққан сияқты. Ұят емес пе? Ондай нәрсе емес. Кезінде жаңа ашамай осындай бір кәдімгідей ұстанатын анау осы ұлттық ойындарға дайын болатындай, мына кәдімгі көкпар тартатындай, осындай бір ұлттық спортқа баулайтындай, асық ататындай, кеше Тоғызқұмалақ деген адамның басындағы мына ойлау қабілетін деген арттыру деген бар. Осы нәрсе анау сол кезіндегі аталарымыз содан ақылсыз болмағандықтан өзге ойлану қабілетіне, жалпы ұстамдылыққа, шынығу қабілетінде осы дүниелермен айналысқан. Осы нәрселерді қайтаруымыз керек біз өзімізге. Бастағы тақырыпқа кішкене қайта оралғым келіп отыр. Әлгі баласын жоғалтқан аналарымыз бар. Одан бөлек мүгедек болып қалған жас сарбаздар еміне ақша іздеп жатқан жиі көреміз. Енді оның да ата-аналары бар, туысқандары бар. Осы бауыр еті баласын жоғалтқандарға, балалары мүгедек болып қалған ата-аналарға қандай сөз арнар едіңіз? Оларға не айтар едіңіз? Иә, енді бұл тағдыр маңдайға жазылды. Енді өтіп кеткен өмірденге, өтіп кеткендерге әрине жаңа айтып кеткендей, тірі адам болғаннан кейін әрине адамның тірі болғанын қалаймыз. Ал енді ол жаққа барып бір жарақат алып, мүгедектік болып қалғандар жатса, оларға көмек көрсетілу керек. Көмек берілу керек мемлекет тарапынан. Өйткені ол отан алдындағы парызын өтеп жүріп, отан алдындағы борышын өтеп жүріп, жаңағыдай жағдайға түсіп қалды. Оған көмек берілу керек, міндетті түрде. Енді соның ішінде біздерді де кезінде Ауғанстанға жіберген басқа мемлекет қой, бірақ осы уақытқа дейін сыртындағы жарасы жазылса да жүрегіндегі мынау дақ қалып қалған дақ бар, жүректегі жарасы жазылмаған біздің жігіттерге де қазір көп жеңілдіктер бер жасалмай жүр. Оның қасында таза соғысты көріп келгендерге. Ал енді қазіргі мына бейбіт заманда осындай бір тәуелсіз мемлекеттің жоғарғы мәртебелі Қазақстан тәуелсіздік мемлекетіміздің қорғап берген жігіттерге ол жеңілдік жасалу керек. Жаңадай мүгедек болып жүрген жігіттерге. Одан кейін мынадай түрлі жағдайға түсіп қойған өзіміздің сарбаз болған кезіндегі жігіттерге ол қарастыру керек бізге, жан-жақты үкімет. Ата-аналарына қандай жұбату сөз айтар едіңіз? Ата-аналарға жұбату сөзді айтарымда ол менің өзім көңілім босайды бұндайда. Біздерде тірі келетінімізді, келмейтінімізді білмедік кеше Ауғанстан жерінен. Бірақ қаншама бозоқтар қыршыннан қиылып кетті сол соғыста. Ал қазіргі күндегі сол балалары сол жақтан келмей қалып тауытпен келген ата-аналарға мен жұбатудың ең үлкен бір сөзі бар. Сабыр етіңдер деймін. Сабырлыққа келу керек. Сабыр етіңдер деймін. Кешегі Абай, Дана Абай, ұлы Мағауияны жоғалтқанда да түңіліп қалған екен. Жерге қарап түңіліп, келген елмен сөйлеспей, біраз күн түңіліп қалған екен. Сол кездегі ел халық болып, соның ішінде ортасында Қиясбай деген бір көбіне көп сөзі, бірақ елдің арасында сөз деп қабылданбайтын бір қалжың бастауы бір туысқаны болған ғой, рулас. Сол келіп айтқан екен: "Әй Әбеке, ел ұлынан айырылды, Мағауия деген. Жерге түсіп, елге басу айтпайсыз ба?" деп. Сол кезде сілкініп қалып, сілкініп кетіп, Абай төмен қарай түсіп, Абай атамыз елге барып, "Айналайын қалайық, басу айтам, сабырға келіңдер. Ұлымыздан айырылдық, Мағауия" деген екен дейді. Сол үшін әр қазақ менің жалғызым дегендей, қай жерде болып өмірден кетіп жатқан ағайындарымызға әрине мен қынжыламын. Сол үшін мен басуды айтам, сабырға шақырам. Сол ағайындарды, туысқандарын, бауырларын. Елімізде тыныштық болсын дегім келеді. Елімізде соғыс болмасын. Соғыстың отын көрдік қой. Бірақ осы соғысты ендігі өсіп келе жатқан ұрпақ көрмесін дегім келеді. Еліміз аман-жұртымыз тыныш болсын. Ал ел тыныш болу үшін, елдің еңсесі мықты болу үшін біздің қарулы күштеріміз мықты болу керек. Сол қарулы күштерді ұстайтындай білегі мен жүрегі бірдей мықты болатын біздің жігіттеріміз, азаматтарымыз мықты болу керек. Сондай азаматтар тәрбиелеуіміз де керек. Өйткені
біз қалаймыз соғыс болмасын деп. Ал көзін тігіп басқаша ойлап жүргендер көп қой сыртта. Сол үшін ел аман, жұрт тыныш болсын. Сұхбатыңызға көп рахмет, Марат аға. Ой салатындай сұхбат болды деп есептейміз. Ардақты Адырна ұлттық порталының көрермендері, бүгін бізде сұхбатта болған ауған соғысының ардагері Марат Қойлыбаев мырза. Ел аман, жұрт тыныш болсын, елімізде бейбітшілік болсын. Жастарымыз білекті, рухты, жүректі болсын, білімді болсын, жаңа технологияларды игеріп, әлемдік барлық мүмкіндіктерді пайдалана алатындай оймен де және білегімен де содай денсаулығы мықты азаматтар болып өсіп жетіле берсін. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Алаштың адырнасы тартылы болсын. Сау саламат болыңыздар.